премьер-министрлер, халықты еңбек және әлеуметтік қорғау министрлері, тіпті аудан ауыл әкімдері де бұл мәселенің шешімін табуға ниеттеніп, тым құрыса жұмысшыларға келіп сөйлесіп жатырған жоқ. Бұл мәселенің шешімін кім береді біздерге сонда? Халықтың мәселесін шешіп бере алмайтын болса, орындарын босатсын. Халықтың арқасында креслода отырғандарын ұмытқан. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев мырзаға, Қазмұнайгаз бастығы Мағзұм Мырзағалиев мырзаға, осы жұмысшыларының ата-аналары, бауырлары, жұбайларының атынан үндеу. Осы жұмысшыларының ереуілдеп тұрғандарына бүгін 44-ші күн. Қыстың көзі қырауда сырқыраған сары аязға қарамастан, суықта сұраған талаптарының орындалуын сұрап тұр. Жұмысшылар қара бастарының күйін күйттеп тұрған жоқ. Арттарынан еріп келе жатқан бауырларының болашағының жарқын болуын ойлап отыр. Осы тұрған 500 жұмысшының ата-анасы, балалары, бауырлары, жұбайлары, тілек талаптары орындалсын деген үмітпенен жолдарына сағына қарап отыр. Әділ шешім болады деген үміттеміз. Қазақстан Республикасының халықтың жағдайын ойлайтын, мұң-мұқтажын сұрайтын тірі жан жоқ. Президентіміз, премьер-министрлер, халықты еңбек және әлеуметтік қорғау министрлері, тіпті аудан ауыл әкімдері де бұл мәселенің шешімін табуға ниеттеніп, тым құрыса жұмысшыларға келіп сөйлесіп жатырған жоқ. Бұл мәселенің шешімін кім береді біздерге сонда? Халықтың мәселесін шешіп бере алмайтын болса, орындарын босатсын. Халықтың арқасында креслода отырғандарын ұмытқан. Егерде жұмысшылардың талаптары орындалмаса, біз жұмысшылардың ата-ана, бауыр, жұбайлары әкімшілік алдында бейбіт шеруге шығуды тоқтатпаймыз. Біздің де сабырымыздың шегіне жетті. Азаматтардың талаптарын орындалуын талап етеміз. Талап етеміз ағайын. Далада 44 күннен бері далада ас жоқ, су жоқ. Семьясымен жырақта далада жатқан балдарымыздың талабы орындалсын. Тезірек шешімін беріңдер. Соған мына тұрған әке шешелері тұрмыз далада. Талап орындалмаса өйстіп тұра береміз. Тезірек шешілсін. Алып осы барымызда тұрған өткенде айтылды. Осы азаматтардың 5 жылда тұрған балдардың әке шешесіміз. Осы 3 талабы орындалса, біз Тоқаевың бар, Смайыловың бар, әкім Ноғаев бар. Солар енді орындаған жақсы көреміз мынау. Аяқтарынан сыз өтіп тұр ғой балдар. Ол емес пе? Не қарап тұр? Өздерінің балдарын тұрса көзі көрер еді. Бұл тұрғанына міне өткенде алтыда кешірімсі келіп, осында келіп өткенде тұрып кеткенбіз. Соның жалғасы мынау енді міне бүгіннен бастап орындалмайтын болса, балдардың тілегі біздерде тұрамыз осылай болады. Мына Бестау мекемесінде тұрған жігіттердің талаптары орындалсын деп, соларға тілекші болып келіп тұрмыз. Қазақ елі, мына жоғарыдағы басшылар, мына Бестау жігіттерінің тұрғанына қыстың күні 44 күн болды. Енді осы жігіттердің талаптары орындалсын. Біздің азаматым бар мен сол жерде. Талап орындалсын енді. Мына біз тұрған балдардың ата-аналарымыз, балдарым үшін тұрмыз. Мына жоғарыдағы ұлағозымы жоғары адамдардың, басшылардың балдардың тілегін орындағанын қалаймыз. Солар енді тездетіп орындасын. Біздің енді тілегіміз сол енді. Балдардың қойған бір 2-3 тілегі, 3 тілегін орындасын.